Әріптестер, сабағымыздың соңында кері байланыс алу үшін тиімді әдістердің бірі бұл Padlet платформасын қолдану. Яғни Padlet платформасында біз өзімізге керекті тақтаны құрып, соның ішіне кері байланысты салып қоямыз. Соған байланысты сілтемесін көшіріп оқушыларға WhatsApp арқылы жібергеннен кейін оқушылар соған байланысты өздерінің жауаптарын береді. Бұл тақтаның қалай құрылғанын көргілеріңіз келсе, осы видеоны ары қарай аяғына дейін көретін болсаңыз, сол жақта барлығы сіздерге түсінікті көрсетілетін болады. Телефон сілтемеге кіресіздер, сілтеменің ішінде кері байланыс, яғни SMS арқылы. Маған SMS жолдайсыздар. SMS-ке жазасыздар. Сабақта не ұнады, маған не ұнамады, сабақта өзгерткім келеді. Осы бойынша жауап жазасыздар да жібересіздер. Кері байланыс келесі сабақта ашық тұрады. Сол жаққа өздерінің ұсыныстарыңыз болса, келесі сабаққа маған жаза бересіздер. Үйден түсінікті ғой, сілтеме сіздерде бар. Сол бойынша келесі сабақта ары қарай жалғастырамыз. Мирастан келді. Сабақ жақсы болды. Одан кейін тағы кім? Едігенің оқыды. Кері байланыс алу үшін Padlet тақтасын қолданамыз. Padlet тақтасын қолдану үшін поискке Padlet деп жазып, Padletке кіреміз. Кіргеннен кейін YT батырмасын басамыз. YT батырмасын басқаннан кейін бізге осындай ұяшық ашылады. Бұл жақта YT через Google деп тұрады. Соны басамыз. Яғни бізде барлығымызда Google аккаунт бар. Сол арқылы кіреміз де ішіне кіріп регистрация жасаймыз. Яғни мен регистрацияны өткендіктен менікі тікелей кіріп кетеді. Осының ішінде менің сабақта өткен кері байланыстарым бар. Соның ішінен біреуін сіздерге көрсетейін. Мысалға, бұл жақта кері байланыс. Бұл кері байланыстың ішінде, яғни сабағымызда қолданғанымыз SMS әдісі арқылы Padlet'in ссылкасын оқушыларға жібереміз. Оқушылар соның ішіне кіріп, өздерінің кері байланыстарын соған сәйкес береді. Енді жаңадан құру үшін создать доску Padlet дегенді басамыз. Соның ішінде стена, лента, әртүрлі түрлері бар. Соның ішінде біздің қолданғанымыз бұл стена. Осы стенаға кіріп, стенаны таңдайық. Яғни моя милая доска Padlet деген шықты. Осы сөзді біз өзгертеміз. Оны өзгерту үшін оң жағымызда название деген жерден кері байланыс деп жазамыз. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, мына жақта кері байланыс деген сөз шығады. Астыға түсіп, өзгертетін қалған заттарды өзгертпей қоймызға да болады. Фон деген жерден әртүрлі фондарды таңдауға болады. Мысалы, картинкаға кіреміз. Картинканың ішінде әртүрлі картиналар бар. Соның ішінде маған осы Books деген картинасы қатты ұнайды. Осы келесі картинаны таңдай салайық. Сонымен қоса түстерді таңдауға да әр кез келген түсте қоюға болады. Бірақ олардың қажеті жоқ. Енді Padlet тақтасы бізде дайын тұр. Оның ішіне біз кері байланысымызды жүктеуіміз керек. Плюс деген батырманы басамыз. Соның ішінде бізде сурет салуға болады. Өзіміз суретке түсуімізге болады. Интернеттен ссылканы алып, ссылкасын қойып, сол интернеттен тікелей жүктеуге болады. Бізге бүгін өзіміз дайындап алғанымыз негізі ең дұрысы сол. Сол үшін біз файлды жай ғана жүктей саламыз. Яғни Padlet'ке арналған дайындап қоямыз. Padlet'ті кері байланыс ретінде коучингтерді қолданған тиімді. Яғни Padlet виртуал тақтасы арқылы коучингті 2 сұрақпен аяқтаймыз деген сияқты қылып жасап, 2 сұрақ қойып, коучингімізден кері байланыс алуға болады. Ссылкасын копировать етіп, кез келген адамға, группаға жіберуге болады. Жібергеннен кейін сол ссылка сілтеме арқылы кіріп, плюс деген батырманы басып, кері байланыс береді. Мысалы, маған сабақ жақсы өтті деп жазсақ болады. Сабақ жақсы өтті. Опубликовать деп басамыз, сол кезде бізге кері байланыс келеді. Солай кері байланысты әр оқушы немесе әр мұғалім беріп отырады. Padlet'ті осылай қолданамыз.
яғни главныйға басатын болсақ, соның ішінде біздің Padlet'тегі тақталарымыз шығады.